Ой деген жүрек не ойламады. Биліктің қылмыстарын жасыру үшін іздеуі сұрауы аз болсын деп, бір жерге апарып көміп тастаса қайтемін. Сонда ақ жауып арулап көміп, көңіл сендірудің өзі арман болып қалмақ па? Ал атама не бетімді айтамын, баласын қайдан тауып беремін деген ойдың тұтқыны миын айналдырып дамыл таптырмады. Мәйітхана қызметкерлерімен айтысып тартысып жатып, қайтадан мәйіттерді қарап шығуға рұқсат алады. Түнімен көз ілмей шыққан Айзадаға енді ол жаққа қайта кіру ақырет. Не істемек? Мәйітхана бір-ақ адамға ғана кіруге рұқсат. Ешкімнің басына бермесін. Күні кеше бүкіл мәйітхананы аралап, жүрегі шайлығып, шошып қалған Айзадада басқа амал жоқ. Өзін қолына алып Алла тағаладан, жаратқан ием, Батыржанымды табуға көмектесші, мына сойқанды аралап шығуға күш бере көрші деп жалынып жалбарынсын. Қайтадан мәйітхананың қара суық бөлмелерінде қатып, серейіп қуыршақ секілді үйіліп жатқан жас мәйіттердің бет жүзін көру үшін әр қайсысының шашынан тартып іздейтінін ойлағанда, жаны түршігіп селкілдей бастады. Қайтеді? Өзін өзі ұстап іштей бісмілласын айтып, Батыржанын іздеуге кірісті. Аралап келеді. Іздеген жоғы табылар емес. Екі үлкен бөлмені аралап қарап шықты. Жоқ. Соңғы үміті қуыстағы бөлме. Көзінен сорасы аққаны аздай, мұздатылған суықтан қалдырап дірілдеп келе жатып, бір мәйітке жақындағанда, жүрегі өрекпіп өзіне ие бола алмай отыра кетті. Мәйітхана қызметкері сөрейіп жатқан сол мәйіттің шашынан жұлқы тартып көрсетіп еді Батыржаны. Мәйітті көргенде, Батыржаны тіріліп келгенде деп терең демалып, артынша өкіріп жылап жіберсін. Содан бар күшін жинап, сырттан адам шақыртып, кілемге оратып алып шығады. Айзада келін осындай сұмдықты басынан өткізген, ел аяғы басылып, ет жақын туыстары отырғанда айтқанда, Алмагүл жағасын ұстап, кіп-кішкентай құйтақандай келіннің өжеттігіне қайран қалған. Орнынан тұрып келінді құшақтап, қайтадан көз жастарына ерік берді. Біраз уақыт өткен соң, отырғандардың арасынан жас үлкені де, Батыржанның ең жақын әпкесі өзі де, азат өлім бер, ақыр алады екенсің, ешкімге күнімді қаратпай, балаларға салмақ салмай қиналмай-ақ өліміңді қый. Біздер асарымызды асадық, жасарымызды жасадық, жастар аман болып, баланың қайғысын көрсетпесін деп отырғанын естуші едім. Алла десеңші, жасы жеткен кемпір шал емес, өлімде жас боздақ кетіп жатқанда, не айтарыңды, қалай жұбатарыңды білмейді екенсің. Айтары жоқ, өкініші таудай өлім, айтары жоқ деп, ойларын жинақтап алған Алмагүл келіннің арқасынан сипап отырып, сөзін әрі қарай сабақтады. Айналайын, Айзада қарағым, кімнің дүниесі түгел дейсің, тұяғы бүтін тұлпар жоқ деген. Қазір осында отырған әр қайсымызды сайратып, жоғалтқан жақын жоқтарымызды түгендесек, қайғыдан сау адам жоқ. Батыржаныңмен ыстық суығын басылмай жатып, жер қышып отырғаныңды бәріміз түсінеміз. Алланың әмірі солай, жазым дегенге не шара. Сол қаңтарда қайтыс болғандардың қаны кімнің мойнында екен біз білмейміз. Естіп жатырмыз, біреу жалғызынан, біреу бауырынан, әке баласынан айырылып, шерменде күй кешуде. Батыржанның да татар дәмі таусылды. Болар іс білдау. Көңілге медет, ұрпақсыз да кетіп жатқандар бар ғой. Оған қарағанда шүкір, артында екі құлыны, екі тұяғы қалды. Алла өмір берсе, әлі-ақ ер жетіп, бір жағына қолқанат болар дей беріп еді. Айзада сөзге киіп жарып араласа кетті. Әпке, Батыржан әлі жас еді ғой, жұмбақ өлім болды. Кішкентайымыз науқастанып, дәріханаға жібергенмін. Ар жағының қалай болғанын білмеймін. Өзі қызу қанды еді ғой, біреудің айдағаны ілесті ме, әлде өзі қызық көріп барды ма, ол жағы бір Аллаға аяян. Батыржан енді сөйлей алмайды. Рас айтасыз, болар іс болды, бояуы сіңді дейме. Басымды тауға да, тасқа да ұрайын.
Бірақ әділдігін іздеп, әкелерінің құнын даулауға дейін барамын. Мен мұңқиып отыратындардың қатарынан емеспін, әлі ізденемін, деді. Соңғы сөзін өрекпіп айтты. Я айналайын, келін шырақ, іздеуі сұрауы жоқ дегізбей ізден. Ауылдағы бізге қарағанда көзің ашық, көкірегің ояу ғой. Бірақ менің айтайын дегенім, ертең Алматыңа барасың. Қазір көпшіліктің ортасында ештеңе сезінбей отырсын. Енді Батыржансыз реңі басқа өмір басталады. Оның аты жесірлік. Жесірлікті мен де жақсылық жаманды басынан өткізіп келемін. Бірақ мен ағаңнан 29 жасымда қалып, жалғыздықтың сүрлеуінен өттім. Құдайым-ау, 23 жас деген не тәйірі? Бұл не деген жесірлік? Бәйкүнә баланың бірі 3-те, бірі жасқа да жеткен жоқ. Бұл не деген жетімдік десеңші, деп бет орамалын алып, көзінің жасын сүртті. Тағдырдың таңдайына жазғаны қалқам, енді сенің мойныңа 2 қоржынды артып, сол сүрлеу жолға салғалы отыр. Ол 2 қоржының зіл батпаң етегінде 2 балапаның. Міне сол сүрлеуден 2 көзің соқыр болып адаспай, тұманды суық күнде тонбай, қажымай жүріп өтуің керек. Одан басқа амалың жоқ. Мені де елдер сүйемелдеп, жан-жағымнан алып, осы жолға салып, артымнан туын байлап жіберген. Сол туымы желбілеп, ой, мынау жесір қатын өтіп жүр, жесір қатын бүйтіп жүр дегізді. Жесір қатын ағайынға да, тіпті Құдайға да жақпайды екен. Сол үшін өзімнен кейінгі ерген келіндердің жесір қалғанын естісем, жүрегім ауырады. Кезінде мені Айбардың 40-на дейін қорғанның басына жібермеді. Өйткені қатты есеңгіреп қалдым. Қайғыны көтере алмай ішкі жан дүнием өртеніп, жанып кете жаздағанда қорғанға барып, мүрдені құшақтап жылағанда ғана кеудемдегі өксігімді басқандай басымды көтердім. Сонда ғой Айбардың жақын ағалары болып келеді, ақындығы бар еді. Есіл бауырмай деп шеті шумақ өлең жазып әкеліп жұбатқаны есімде. Алмагүл әпке, дұрыс айтасыз, бәрін түсініп отырмын. Әлі көресіздер, мен Батыржанның атын да, отын да өшірмеймін. Ол балаларының алдында орындай алмай кеткен әкелік парызын, қарызын жер басып тірі жүрсем, мен жасаймын. Балаларды қор етпеймін. Әкесі жоқ дегізбей, 2 баламды өсіріп, ер жеткізіп, амандық болса алтын табақан ас беретін боламын. Деп айзада келін жұлып алғандай сөзін әрі жалғады. Жұмысқа шығамын. Бар күш қайратымды қайрап, жанып өмірмен күресемін. Айналайын-ау, дегеніңе жет. Батыржан бізге арман, мұңын айтқан жоқ. Айтатын анасы да жоқ. Сенімен сырласқан шығар. Оның анау көкжиектің жиегінде жете алмай кеткен арманы қалды. Сол арманға шыға алмаған шыңдарына енді сен шық, сен жет. Жалғағаның үзілмесін, толтырғаның ортаймасын, айналайын. Жайғаны ақылым ғой. Балалар өз қолдары ауыздарына жеткенше ауылда болсаңдар қайтеді дегені сол екен. Қазіргі келіндер мықты ма? Шығамын әпке, шығамын, көресіздер. Бірақ ауыл дегенді атамаңыз. Қаладан алыс, оның үстіне мұнда жағдай жоқ қой. Күнімізді көре алмай тентіреп кетпейміз бе? Жоқ, мен балаларымды қалада оқытамын, кейін шетелге жіберемін, деді. Бауыржанның 40-ы өткеннен кейін Астанаға кетсем бе деген ойым бар деп қойып қалды. Алмагүл болса келіннің төбеден түскенде мынандай кесекте кесімді сөзінен кейін тартынып қалды. Болмаса, тілінің тікені сояудай талай нәрсені айтуға болар еді. Қара жамылып отырған келініне артық сөз айтып қоймасам екен деп өзін сап деп сабырға шақырып, тілін тістеп отырды да. Я қарағым, өзің білесің ғой. Қиналып қалмайсың ба деп жатқаным ғой. Болмаса, атаң да даңғарадай үйде жалғыз. Доскен малда. Балалар аяқтанып алғанша дегенім ғой. Арманыңа жет, алдыңнан жарылқасын деген сөздерді дауысын баяулатып, түсі бұзылыңқырап, көңілсіз жеткізді. Я, мына келін шырақ
қалай сөйлейді, жақсы білмейді екен, өзін қалай тез жинап ала қойған, соншалықты сенімді етіп отырған қандай күш? Бірден көз алдына Айбары қайтыс болып, дәл осындай жағдайда қалғандағы жап-жас Алмагүл жүгіріп өтті. Алмагүл де ол кезде жас еді. Бұлай жұлқынып сөйлемек түгілі, дүниенің бар қызығы Айбарымен бірге кетіп, қара түнекте қалғандай тілі байланып, бас кешіп кете жаздады емес пе? Өзін ойласа, қазірде жетісіп жүрген ештеңесі жоқ. Жалғыздықтың аты жалғыздық. Қырық-шырық жаны бар. Оның өзіне бір риза болатыны, денесіне еркек шыбын қонса, қонған шығар. Бірақ бір еркекке терезесін қақтырмай, білегінен ешкімге ұстатпай, балаларына адал ас берді. Қазір ұл қыздарының да, басқаларының да беттеріне тура қарай алады. Аз ғұмыр кешсе де, Айбарымен бірге болған қызықты да, бақытты шақтарын әлі күнге аялап келеді. Өмірінің мәні де, сәні де, бауырындағы балалары, бірінен бірі өткен тәтті немерелері. Солардың амандығы, бүкіл өміріне медет, нығмет. Алмагүлді қазір ойландыратыны, жарайды, жасырақ кезінде берген қиындығы, бейнеті ұмытылып, білінбей кетті ғой. Ал енді өмірінің соңы қалай аяқталады? Балалар еңбегін ақтап, қабағына қарай ма? Беретін сорпа суын ықыласпен бере ме? Міне сол ой көбірек толғандырады. Дәл қазір 20 жыл жинақталып қалған шемен шердің шетін шығарып, еске салған мына жас келінге кінә артпағанмен, ауылды кемсітіп місі тұтпай тұрғаны қытығына тиіп кетті. Өзі де аспаннан түспей сол ауылдан шықты ғой. Сонда Құдайдан басына салған ауыртпалығын ауылдың жесір әйелдері көтере алмайды дегені ме? Ау, 30-шы жылдары қазақтың арыстарын баудай қырғында артында іздеушісі, саушысы болған шешелеріміз емес педі? Артынша соғыс басталып, қаншама қазақ отаны үшін соғысқа аттанғанда елге де, жерге де ие болып қалған. Өздерін аямай жұмысқа салып, майданға көмегін жасаған да сол әйелдер ғой. Тіпті күйеу бар болсын, жоқ болсын, қазақ әйелінің жүгі еш уақытта оңайға түспеген.